Сүлейменшілер қозғалысы Қазақстанда 1995 жылдан бастап белсенділік таныта бастады. Олар діни идеологияны тарату мақсатында еліміздің түрлі аймақтарында пансионаттар ашып, балалар мен жастарға діни білім беруді ұсынды. Өздерін сопылық Нақшбанди тарихатына жатқызатын сүлейменшілер жамағаты қазіргі Болгарияның Дунай өзені бойындағы Силистири аймағында дүниеге келген Сүлеймен Хилми Тунахан атымен аталады. Бұл қозғалыс негізінен өз идеологиясын тарату арқылы қоғамға ықпал етуге ұмтылды. Сүлейменшілер жамағаты қайырымдылықта бүркемеленіп, жабық медресе жүйесі негізінде пансионаттар арқылы әрекет етеді. Әлеуметтік тұрғыдан осал жандарға материалдық қолдау көрсету арқылы өз қатарына тартып, олардың санасына жамағатшылдық психологияны қалыптастырады. Сектанттық бағыттағы жамағатшылдық идеологияны жақтастары арасында таратып, ресми муфтиятқа астыртын қарсы әрекет жасап, елдің діндар қауымының ауызбіршілігін бұзады. Дінді саясиландырады. Қайырымдылық мекемелері арқылы Құран үйреткен болып, астыртын адам арбайды. Пансионат тәрбиеленушілері Сүлеймен Тунаханды көз алдарына елестетіп, табынып, бейнесін жадында сақтайды. Сол арқылы ұстаздарын пайғамбар деңгейіне көтереді. Халыққа өздерін пансионат деп таныстырады. Себебі қалталы азаматтар медресе дегенде аян қалмайды. Мекеме өкілдері пансионат тәрбиеленушілеріне қамқорлық жасаумен қатар көбінесе медресе атын жамылып, шәкірттер арқылы қаражат жинаумен айналысады. Сонымен қатар бұл жамағат Қазақстан мұсылмандарының тұғырнамасына қайшы келетін, қазақстандық патриотизм мен ұлттық идентификациядан айыратын шетелдік жат діни идеологияны астыртын түрде таратуға мүдделі. Пансионаттарда балаларға психологиялық қысым көрсету, зорлық-зомбылық көрсету, заңсыз құжаттар рәсімдеу, санитарлық талаптардың сақталмауы және басқа да құқық бұзушылықтар жиі орын алған. Осыған байланысты Қазақстан Республикасының прокуратурасы мен басқа да құқық қорғау органдары бұл мекемелерді тексеріп, бірқатар пансионаттар мен қайырымдылық мекемелерін жауып, олардың әділет органдарындағы тіркеулерін жойды. Түркістан облысының прокуратурасының талабымен Атакент, Сарағаш, Оңғарбек ата, Көлкен, Ханым ана, Кентау, Түркістан, Ажар, Ясса, Тұран сияқты мекемелердің қызметі тоқтатылды. Алайда сүлейменшілер қозғалысы өзінің қызметін тоқтатпады. Қозғалыс жастарды өз жақтарына тартып, оларды діни және идеологиялық тұрғыдан манипуляциялауды мақсат етуде. Жамағатты жікке бөліп, діни алауыздықты тудырады, егемендігімізге қауіп төндіруді көздейді. Сүлейменшілердің заңсыз әрекеттері туралы ақпаратты жергілікті құқық қорғау органдарына жеткізу маңызды. Бұл олардың заңсыз әрекеттерінің алдын алуға көмектеседі.